Ал қыздар, сіздердің сұраныстарыңыз бойынша табиғи ашқыны дайындап көрсетемін. Ең алдымен закваска жасамас бұрын біз оның дрожжевой суын дайындауымыз керек. Суға шыған су арқылы закваскамызды шығаратын боламыз. Сіздер де дәл қазір менімен бірге жасап қойсаңыздар болады. Мен сіздерге бар білгенімді басынан бастап жасап көрсетемін. Мен қазір осындай қызыл алмадан жасап көрсеткім келіп тұр. Осы алманың суынан да мықты закваска шығаратын боламыз. 300 грамм алманың сыртын жумаймыз. Егер тазалықты қатты ұстанатын ханымдар болса, сыртын бір сүртіп жіберсеңіздер болады. Осылай барлығын турап, таза баклажкамызға салып, оның үстінен қайнамаған тірі салқын су құямыз. Екеуін жақсылап араластырып, жылы жерге 3 күнге қоямыз. Баклажкамыз тырсиып, суымыз ашып газданғанша. Егер 3 күнде дайын болмаса, 5 күнге қоямыз. Суымыз жақсы көтеріліп, газдануы керек. Осы газданған суымыздан закваска дайындайтын боламыз. Ал мен сіздермен 3 күннен кейін қалған процесті осы суымыз ашығаннан кейін өзімнің YouTube арнамда көрсететін боламын. Бұл жерде ұзақ видеоларды қырқып тастайтын болған соң, сіздерге түсінікті болу үшін YouTube каналыма салатын боламын. Ал егер қарсы пікірлеріңіз болса, просто так қарамай өтіп кете салсаңыздар дегім келеді. Ал егер менің беріп жатқан тегін рецептімді пайдаланып, ағзаларыңызға пайдалы закваскадан нан жасап үйренемін десеңіздер, маған тіркеліп, мына видеомды жоғалтып алмау үшін сақтап алыңыздар.